Бәріңе сәлем. Оңтүстік Кореяда медициналық біліктілікті арттыру бойынша, сол бағдарлама бойынша оқу өтіп жатырмын. Осы Оңтүстік Кореядағы медицина деңгейі жайлы және біздің жаңағыдай қандай тәжірибені жинадық, нені оқыдық, сол туралы кішкене ойымды бөліскім келіп отыр. Оңтүстік Кореяда медицина жақсы деңгейде дамыған екен. Біздің де сол деңгейге жетуге қабілетіміз бар екен, оған толыққанды көзім жетті. Бұл жерде өзіме қызықты жаңағыдай тақырыптар бойынша, мамандықтардың бағыттар бойынша білім жинадым. Қазірдің өзінде осы жердегі мамандардың, дәрігерлердің қандай программамен жұмыс істейтінін, практикада қандай тәсілдерді, әдістерді қолданатынын бәрін үйреніп, көріп жүрмін. Бір сөзбен айтқанда, өте ризамын. Корея елінде жаңағыдай медицинаны көргеніме және осы жерде осы деңгейде көргеніме ризамын. Және біздің елге де осы тәжірибені енгізуге тырысатын боламын. Сол негізі өткен жылдары мен YouTube-қа блог салған болатын. Және осы блогты қайтадан жандандырып, одан сайын дамытуға беріп отырмын. Себебі біздің елге білікті, жаңағыдай медицинаның жаңағыдай көзін аша алатындай нелер керек, ақпарат керек, маман керек деп ойлаймын. Сол себепті осы блогты бірнеше тілде, то есть қазақ тілі және одан бөлек басқа да тілдерде жүргізетін боламын. Орыс, ағылшын тілі деген сияқты. Сөйтіп блогты ары қарай жалғастыратын боламын, бір сөзбен айтқан кезде. Бұл жерде қандай жаңағыдай ерекшеліктер бар екен медицинасында. Бірінші орында ол негізі науқас patient first дейді, то есть науқасты бірінші орында қояды екен. Бізде де ондай практика бар. Бірақ бұл жерде ең жаңағыдай акцент қоятын сол екен. То есть науқастың қолайлығы, оның жаңағыдай тезірек ем алу деген сияқты сондай тәжірибені бірінші орын қояды екен. Және одан бөлек медициналық персоналдың өзіне де өте көп қамқорлық көрсетеді екен. Күн ыстық болса оларға жағдайларын жасап береді деген сияқты. Мысалға көшеде пешеход дейді, соны өткізетін специальный бір мамандық бар екен. Соны адамдарды өткізіп көмектесіп тұрады, және машиналардың тоқтатып тұрады. Солардың өзіне жанына желді үрлеп тұратын ол кісілер жаңағыдай ыстықтамасын деген сияқты соған дейін ойластырып қойған. Одан басқа қаласында да ыңғайлықтар жаңағы именно адамға байланысты оның өмір сүруін жақсартатын және ыңғайлығын арттыра түсетін, жаңағыдай удобство дейді, соны күшейте түсетін тәжірибені көп қолданады екен. То есть сондай іс-әрекеттер жасайды бұл кісілер. Сондай практиканы өзімізге алуымыз керек. Одан кейін бұл жердегі қоғам коллективистік қоғам деп өзін есептейді екен. Коллективистік деген, то есть бірге жұмыс істейміз, бірге өз елімізді дамытамыз, жаңағыдай тек еліміз үшін, тек жеріміз үшін деген сияқты сондай оймен жұмыс істейді екен. То есть адал жұмыс істейді, бір-бірін алдамайды, жаңағыдай одан кейін жұмысын тиянақты істейді деген сияқты сондай жақсы қасиеттер бар екен. Сондай жақсы қасиеттерді игеруіміз керек біздің өз елімізге. Біздің елде де артықшылықтар бар әрине. Соларды одан сайын күшейтуіміз керек деген осы немен, осы елдің жаңағыдай жақсы жақтарымен. Өзім мамандығым бойынша мысалға волюметрия деген бар. То есть ол белгілі органның көлемін санау және оны операцияға дайындау кезінде өте маңызды. Сол әдістің одан сайын шыңдай түстім. Оған дейін екі түрлі бағдарлама арқылы оны жасай білетін. То есть дәлдік деңгейі жоғары болатын, бірақ одан сайын күшейте түстім оны. Бұл жердегі бағдарламаны алып, оны игеріп толық және мұндағы 3 профессормен, 3 және 4 одан сайын көп екен. Сол профессорлармен сөйлесіп, ол кісілермен жаңағыдай өз сұрақтарымды қойып, сұрақтарымды шешіп, сондай жақсы деңгейге жетіп қалдық. Сол бір сөзбен айтқан кезде. Сол бәріңізге аманшылық тілеймін және көріскенше сау болыңыздар.